Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Акты сауаттылық курсына қош келдіңіздер. Сіздер осы курста актының онлайн оқытуда болсын, офлайн оқытуда болсын, 15 мүмкіндігін үйренесіздер. Ал бұл курстың бағыты негізінен онлайн оқытуда тиімді платформалар менен тиімді сайттарға, сілтемелерге бағытталған. Курс авторы Бақытгүл Нұржанқызы. Бұл материалдарды көшіруге, таратуға болмайды, себебі авторлық құқық сақталған. Егер де автор туралы толық ақпарат мәлімет белгілеріңіз келсе, Бақытгүл ментор инста парақшасына өтулеріңізге болады. Сонымен 3 күндік курста сіздер не үйренесіңіздер? 3 күндік курста актының 15 мүмкіндігін үйренесіздер. Және форматы видео болады. Видеоның ұзақтығы әрі кеткенде 15 минут. Және ол сабақтарды сіз кез келген уақытта көре аласыздар. Ал акты сауаттылықтың бірінші күнінде сіздер нені білесіңіздер? Сол жөнінде қазір мәлімет бере кетейін. Бірінші күні жалпы акты дегеніміз не, актының мүмкіндіктері қандай, және осы акты сауаттылық 1-0 курсының авторы ментордың жеңісі туралы мәліметтер біле аласыңыздар. Осы курста сіздер акты сауаттылықтарыңызды арттырып, өздеріңіздің онлайн және офлайн сабақтарда тиімді пайдалануды үйренесіздер. Сіздерге пайдалы білім болады деген сенімдемін. Курсқа сенімділік білдіріп қатысқандарыңызға көп рахмет. Ал 21 ғасырдың ұстазы заманауи біліммен дағдыланған, заманауи біліммен қаруланған, акты мүмкіндіктерін өз сабақтарында тиімді пайдалана алатын жаңашыл ұстаз болуы тиіс. Мен сол акты сауаттылықтарыңызды дамытуға кішкене болсын өз үлесімді қоспақпын. Сонымен ең алдыменен акты дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Жалпы акты деген бұл қысқарған сөз. Егер де оны толықтырып, ашып, тарқатып айтатын болсақ, бұл А дегеніміз, яғни ақпараттық, қандай да бір ақпарат, қандай да бір жаңалық. К дегеніміз коммуникативтік, яғни қандай да бір байланыс, қатынас орнату. Ал технология бұл іскерлік, жалпы шеберлік деген мағынаны білдіреді. Сонда акты деген қысқарған сөздің мағынасын толықтай ашып айтатын болсақ, қандай да бір тұлғаға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді, қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін жалпы жүйе екен. Сонда сіздер ұстаздар қауымы өздеріңіздің онлайн немесе офлайн сабақ өткізу барысында оқушыларыңызға беретін, ұсынатын, оқытатын мәліметтеріңізді тиімді, жеңіл түрде өткізуге жағдай жасайсыңыздар. Әрине, оның барлығы осы акты құралдарының арқасында. Енді ұстаздар, сіздерге сауал. Жалпы онлайн, офлайн сабақ өткізуде қандай сайт сервистерді қолданасыңыздар? Жауаптарыңызды бір саралап шықсаңыздар. Енді жалпы осы курстың авторменен танысып өтейік. Мен есімім Бақытгүл Нұржанқызы деп айтқан болатынмын. 9 жылдық тәжірибем бар. Жас маман кезімнен бастап актыны өз пәнімде тиімді пайдаланып келемін. Мен негізінен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Өз сабақтарында қазақ тілі болсын, әдебиет болсын, осы актыны тиімді пайдаланудың арқасында біраз кәсіби жетістіктерге жеттім. Оның бірі республика көлеміндегі педагогикалық идеалар фестивалінде 3-ші дәрежелі дипломға ие болған болсам, 600-ден астам мұғалім қатысты, 2016 жылы өтті.
Мен осы фестивальде қазақ тілі пәнінде актіні тиімді пайдаланудың әдіс-тәсілдерін көрсетіп, сол бағытта іс тәжірибемен бөлістім және 3-ші дәрежелі дипломға ие болдым. Одан кейінгі екінші, осы акті мүмкіндіктерін пайдаланып, өзімнің тәжірибемде қолданып, оның қандай пайдасы бар, қандай қиындықтар туындап жатыр, мінекей сол жөнінде зерттеу жүргізіп, шағын зерттеу жүргізіп, оны іс-әрекеттегі зерттеу деп айтады. Мінекей сол зерттеуімнің нәтижесімен мен халықаралық конференцияға қатыстым. 1000-нан астам адам қатысқан халықаралық деңгейдегі конференцияда өз баяндамамды қорғадым. Ол Астана қаласында өтті. Мінекей ұстаздар, актіні өз сабақтарында тиімді пайдалануды әлі күнге дейін қолданып келемін. Және ол маған өзінің оң пайдасын тигізуде. Әсіресе қазіргі таңдағы онлайн сабақ өткізу барысында актінің мүмкіндіктері, актінің пайдасы мен үшін зор. Мен сол білімді сіздермен бөліскім келеді. Енді жалпы осы актінің қандай 15 мүмкіндігі бар? Соған тоқтала өтейік. Жалпы осы акті сауаттылық курсын оқыған кезде сіздердің акті сауаттылықтарыңыз артады. Арнайы сайттармен тиімді жұмыс жасауды үйренесіңіздер. Онлайн форматта тапсырмалар құрастыруды жетілдіресіңіздер. Оқушының немесе кәсіби ортаның, ұстаздар қауымының қызығушылығын оятуыңызға болады акті құралдар арқылы. Одан кейін жұмысты 2 есе жеңілдету қызметінде осы актінің маңызы зор. Енді мынадай мүмкіндіктері бар. Осы актіні қолданған кезде мен үйрететін, осы курста үйренетін актінің мүмкіндіктерін тиімді пайдалана алсаңыздар, сіздер онлайн жұпқа немесе онлайн түрде топқа бөлуде, үздіктерді анықтауда, немесе оқушының сыни ойлауын дамытуда, суреттерді сөйлетуде, сонымен қатар офлайн форматта біздер постер ретінде пайдаланған Venn диаграммаларымызды онлайн нұсқада оқушыға ұсына алу мүмкіндіктеріне ие боласыңыздар осы акті курсында. Енді осы акті курсы кезінде мынандай тапсырмаларды құрастыруды үйренесіңіздер. Шын жалған тапсырмалары, бос орынды толтыру, сәйкестендіру, қандай да бір сөздердің синонимін, антонимін табу және миллион кімге бұйырады ойынын онлайн форматта орындатуды үйренесіңіздер. Яғни сіздер осы 3 күндік интенсив курста актіні тиімді пайдалануды, сонымен қатар өз іс тәжірибеңізде тиімді пайдаланудың жолдарын, актінің мүмкіндіктерін үйреніп, жұмысыңызды 2 есе жеңілдетесіңіздер және онлайн форматта оқушыға қызықты тапсырмалар құрастыруды үйренесіңіздер. Мінекей, ұстаздар, осыменен біздің акті сауаттылық 1-0 интенсив курсының 1-ші күнінде осындай мәліметтерге қанық болдыңыздар. Осы курсты таңдағандарыңызға баршаңызға мың алғыс. Пайдалы білім болсын. 2-ші сабақта кездесеміз.